Түркістан облыстық клиникалық ауруханасының уролог дәрігерлері еміздеген науқастардың аяққа тұрып кетуіне мүмкіндік беруде. Жылына 3000-ға жуық адам қабылдайтын бөлімде ауруынан айығып кеткендер қатары көп. Оны емделушілердің дәрігерлерге деген алғысынан байқауға болады. Бүгінде уролог дәрігерлердің қарауында болатын ер азаматтар саны артқан. Жасыратыны жоқ, еліміз бойынша ер азаматтардың жартысында белсіздіктің алғашқы белгілері кездеседі. Бұған басты себеп олардың салауатты өмір салтын ұстанбауы, дұрыс тамақтанбауы және таза су ішпеуінен. Сондай-ақ күнделікті уайым да осы белсіздікке алып келеді. Осының салдарынан зәр шығару жүйесінде де зақым келеді. Осындай қауіпті дертпен күресу мақсатында Түркістан облыстық клиникалық ауруханасының уролог мамандары әр аудандарды аралап, тұрғындарға тексеріс жасап тұрады. Сонымен қатар шетелден алған білімдерін сол аймақтағы дәрігерлерге сабақ ретінде жүргізеді. Наши специалисты ездят на учебу в Корею, Индию, также ближнее зарубежье, практически в ведущих центрах, это Москвы, Санкт-Петербурга. Ребята стараются, работают. Также у нас есть андрологическая служба, которая... Так, я извиняюсь. Андрологическая служба, которая также это один из первых центров, Казахстан бойынша один из первых центров. Бізде отделениеде 9 врач стеллатор на данный момент. Барлық врачтар высшее образование, высшая категория, первая категория, да. Андрологический центр бар, отделение 45 койкаға жылына біз 2,5-3 адам обслуживаем. 99% бізде оперативным путем. Также біздің врачтар райондарға көмекке барады, нашим коллегам с районов урологам. Аппаратура у нас новейшая. Жыл сайын 2 жылда бір рет обновление идет. Осы саладағы дәрігерлер алыс жақын шетелдерде білімін жетілдірген, қажетті аппараттарда жаңартылған. Соның нәтижесінде емделушілерге бүгінде сапалы қызмет көрсетуде. Оны дертіне ем тапқан науқастардың алғысынан байқауға болады. Мен ауырдым, біраз жерге бардым, қаралдым, ешқандай жәрдем болмады. Областной поликлиникаға келдім, урологияға. Рахмет. Жақсы қарады, операция жасады, тәрбие, тәртіп, жақсы. Құдайға шүкір жақсы болдым. Медсестраларға да, докторларға да бәріне көп рахмет. Урология бөлімінде жатып емделушілер үшін 45 орын бар. Жасалатын ота лапароскопиялық әдіспен жүзеге асады. Бұл дегеніміз науқастың денесін толық тілмейді, тек кішкентай тілік жасау арқылы дененің қажетсіз бөлігін алып тастайды. Яғни науқас тез аяққа тұрып кете алады. Қорыта айтқанда дәрігерлер болашақ ұрпақ көргіңіз келсе, деніңіздің сау болғанын қаласаңыз, медициналық тексерістен өтіңіз деп кеңес береді. Аруна Пернебек, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы.